Ассалаумалейкум тігін машиналарының тұтынушылары. Бүгінгі таңда мен сіздерге өзімді таныстырып кетейін. Есімім Фархат болады. Осы Алатау базарында тігін машиналарымен айналысамыз. Және де бүгін сіздерге Марксеф компаниясының тігін машиналарын таныстырып кеткім келеді. Тігін машиналарына қарайтын болсақ, мысалға бізде примастрочкалар бар. Тура тігісті машинкалар 3 жыл гарантиясымен 1 жыл моторына және де 2 жыл сервистік қызметіне гарантия береміз. Аверлоктар бар, 4 жіптік, 5 жіптік, 6 жіптік. Бұлар өте керемет аверлоктар. Және құрылғыларына қарайтын болсаңыз, көп машинкалардың құрылғылары пластик болып келеді, ал мына Марксеф компаниясының машинкалары темірден жасалған, және сапасы өте жоғары. Және де характеристикасына келетін болсақ, примастрочка мысалға 5000 стежок дейді ғой, тігіс минутына тігеді. Және де машинка бұрынғыдай моторлары астында моторы жоқ. Бәрі моторлар өзінде встроенный. Қараңыз, мынау примастрочка обычный тігісті, және де автоматы бар. Автоматы бұл жерде қараңыз бірнеше операциялар бар. 9 түрлі декоративный шов дейді, декоративный шов тігеді, және де бұл жерде кнопкамен бәрі настройка жасалады. Қиюы және лапканың көтерілуі бәрі кнопкамен. Келесі бізде ковровый аверлок дейді, жаңағы бізде ковер тігетін, ковердің шетін пішетін аверлок. Өте тиімді бағамен, қолайлы. Және де бұл жерде тағы айтып кеткім келеді, мына жерде мысалға светоотражайка дейді. Светоотражайка деген жаңағы әртүрлі ленталарды киімдерге, киім үлгілеріне, мысалға қараңғы кезде жүрген кезде баланың үстіне жылтыр жолақты полоскаларда тігетін осындай машинкалар бар, 2 инелік. Және де мына жерде тағы шагайка деген бар. Бұл автомат шагайка. Шагайка дегенді білесіз ғой, қадам жасап жүргізетін машинка. Бұның автомат түрі бар және жай түрі бар. Сол Марксеф компаниясының тігін машиналары. Мына жерде тағы айтып кеткім келеді, бұл распашивалка. Распашивалка өте жоғары қолданыста, өте жұмсақ тігеді. Мынау 2 инелік жіп, 2 инелік машинка. Бұл да өте жоғарғы сапалы жасалған, моторы бәрі встроенный. Мынау бізде зигзаг тігетін. Зигзаг дейтін машинка, яғни әртүрлі шовтарды, қадамдары настройка жасалынады, реттеледі. Мынау бізде люверс, кнопочный машинка дейді, автоматизированный. Бұның 1 көздік бар және 3 көздігі бар. Келесісі бізде жаңағы айтып кеткеніндей қадам жасайтын машинка. Қадам жасайтын машинка мынау обычный, бірақ бұның ерекше айтып кеткім келетіні 12 шаққа дейін, 12 миллиметрға дейін қадамы үлкейеді. Мынау бізде Марк компаниясының ремень кесетін машинкасы, және ремендерді, кожаларды неше түрлі бөлікке бөлетін машинка. Мынау бізде Марксеф компаниясының автоматтандырылған аверлогы. Автоматтандырылған деген себебіміз, бұл жерде 2 датчигі бар. Бірінші датчигі жаңағы машинкаңызды матаны жақындатқан кезде лапканы көтереді, табанды көтереді. Және де екінші датчик сіз тігіп болғаннан кейін сіздің жібіңізді өзі қиятын болады. Кез келген жаңағы маталарыңызды сапалы, өте жоғары сапада тігіп береді. Және де пресстер бар, әртүрлі размердегі полуавтомат, автомат, және де мынандай многофункциональный пресс деп аталады. Бұлардың температурасын өзіңіз қоясыз да, жаңағы футболкаларыңызды әртүрлі логотиптарға толтырасыз, наклейкалар жабыстырылады. Айтып кеткім келеді, мына жерде түйме тігетін машинка бар. Түймеңізді жаңағы әртүрлі түймелерді тігіп беретін. Және де мына жерде үлкен рукавты машинкалар бар. Жаңағы бізде жиһаздар жасайтындар, мебель, диван, кресло жасайтын аға бауырларымызға осындай машинкалар өте қажет. Өйткені бұлардың 76 сантиметр рукавы жаңағы диванның сыртын тіккен кезде өте қолайлы, өте жұмсақ. Өзіңізге қолданған кезінде ыңғайы болады да, матаңызды бүріп қинамайсыз өзіңізді. Және де столдары көрдіңіз шарикпен жаңағыдай ыңғайлы, матаның қозғалуына ыңғайлы. Поролонды қозғаған кезде, сол кезде өте ыңғайлы болып келеді. Келесі бізде мынау окантовочный рукавный машинка, жаңағы әртүрлі приспособлениялары бар. Мысалға Ева Полик дейді, және де тағы басқа нәрселерді окантовкамен бүріп тігеді. Одан кейін петельный машинка болып келеді. Петельный машинка бізде жаңағы түйменің орнын бұлай қалай айтсам болады, сізге орнын жасайды. Түйме ілгіштің ілгек жасайды, жаңағы ілгіш. Ол мысалға бұның полуавтоматы бар және де механический түрі бар, 2 түрі бар.
Сосын мына жерде тағы айтып кеткім келеді. Мына жерде мысалға бобина резка дейді. Жаңағы касабейка, жаңағы сіздің ленталарыңызды бірнеше бөлікке бөледі өзіңіздің размеріңізге. Одан кейінгісі мынау бізде автомат машинка примастройка өзінің пышағымен, встроенный пышағымен өте жақсы, тиімді бағамен, 3 жыл гарантиясымен кепілдігі. Мынау бізде шалбардың балағын тігетін, пішетін машинка. Кейінгі айтып кеткім келетіні, бұл жерде бұл водолазка, жағаларды тігуге арналған машинка. Бұл пневматикамен жұмыс істейді, жаңағы воздухпен компрессор керек болады, өте қолайлы, өте икемді бағамен. Бұл жерде келесісі жаңағы бізде мынау оверлоктың тағы бір түрі резина прошивной дейді. Оверлок емес, распашивалканың бір түрі резина прошивной болып келеді. Жаңағы өзінің ролигі бар, тартатын. Және де келесі бізде 2 инелік шагайка. Өзінің жаңағы қадам жасайтынның 1 инелігін көрсеттім оның алдында. Ал мынау 2 инелік шагайка. Жаңағы киімдеріңізді сразу екі кожаларды, үлкен жоғары сападағы маталарыңызды өте жақсы тігеді. Келесісі бізде цепной стежокпен жүреді. Бұл деген джинсылардың балақтарын жасауға арналған машинка. Бұл жерде қараңыз, бір жағын бүріп, өзінің приспособлениясы бар, окантователі. Бүріп, сразу джинсаңызды жақсылап тігіп береді. Келесісі мынау матрасқа арналған, матрас тоқитын адамдар, бауырларымызға арналған машинка келеді. Келесісі мысалға бұл жерде қарайтын болсақ, мынау деген бізде колонковый машинка. Бұлардың неше түрлісі бар, әртүрлі түрлері көп. Жаңағы кожаға арналған, аяқ киімге арналған машинкалар. Мынау жаңағы мен айтып кеткендей, мынау бізде жаңағы кнопочный люверсный станок, одан кейін сабельный пышақтар, бізде 12-лігі, 10-дағы, 8-дігі бар. Олар бізде мысалға үлкен фабрикаларда маталарды қабат-қабат қойып, өзіңе ыңғайлы размермен кесіп, соны реттейтін станоктар, машинкалар. Кейін және де бізде әртүрлі үлгіде колодкалар бар, жаңағы үтіктеуге арналған, мысалға жағаға, жеңге, шалбардың балақтарына арналған колодкалар бар. Бағалары 8.000 теңгеден басталады, әртүрлі бағадан. Одан кейінгі бізде жаңағы әртүрлі компанияның оверлоктары бар. Мысалға Юки компаниясының, Jazz деген компаниясының, одан кейін Joy деген компаниясының, Jin деген компаниясының мысалға оверлоктары бар. Оларда сапалары жаман емес, жақсы, бірақ Marksef деген компанияның сапасы өте жоғары. Және де біз Marksef компаниясының неге 3 жыл кепілдік берген себебіміз, өйткені біз клиентке берер алдында, тұтынушыға берер алдында, біз оларды испытаниядан өткіздік 3 ай мерзімінде. 3 айдың ішінде әрбір машинка ешқандай ақаусыз жұмысын жақсы атқарды. Және де парагенераторлар бар. Силтер компаниясының парагенераторы сияқты Super Mini деген компанияның парагенераторын ұсынамыз. Бағалары 125 мыңнан басталады. Және де сабельный мынандай дисковый пышақтары бар. Лайджин компаниясының пышақтары бар. Одан кейін тағы айтып кеткім келетіні, бұл жерде мысалға бізде өте үлкен стропы тігетін, андай ауыр маталар және арқандар тігетін машинкалар бар. Мысалға соған арналған машинка, мынау Typical деген компаниясының. Мына жерде резина прошивнойдың тағы бір түрі, жаңағы мысалға шортилардың ана бокста, енді қалайсам, Жәнібек Әлімханұлы ағамыз қатысқандай жаңа бокс спортсмендерге арналған мына шортиларын тігетін осындай распашивалкалары бар. Және де мынау жаңағы соның екінші түрі, бұл 12 инелігі. Мынау мысалға 4 инелік болса, мынау соның 12 инелігі болып келеді. Сол мына жерде тағы басқа бізде жаңағыдай көп сұранысқа ие әртүрлі машинкалар бар. Мысалға айтып кетерліктей вышивальный машинка бар. Мына жерге келсеңіз болады. Вышивальный машинка 12 инелігі бар, 15 инелігі бар. Бұл Дахау компаниясының программасы, Wilcom Дахау программасы орналасқан. Және де кез келген адам өзін жарты сағат қолданып, одан кейін өзін осының білікті маманы болып атанса да болады. Өйткені бұл қолдануға өте оңай жасалған. Телефонды жарты сағат шұқылаған кезде тура солай бұл агрегатты, жаңағы тігін машинасын жарты сағат шұқылаған адам өзін кәдімгідей білікті маман санауға қақылы бар. Және де қалған машинкалар бар, мысалға бізде Байо, Joy деген, Yuki, Jack, одан кейін Aurora секілді басқа компаниялардың, маркалардың машинкалары бар. Оларды да мысалға қолжетімді бағалармен келіп көрсеңіздер болады. Және де мынандай парагенераторлар бар. Мысалға көбі деген қалтасы көтермейтін андай Силтер сияқты жаңағы 125 мыңнан алады, ал үлкен кәсіпорындар мысалға мынандай парагенераторлар алуға болады. 3 киловаттық, 9 киловаттық, 6 киловаттық болып келеді. Бұл жерде бұның плюстары қандай?
жаңағы бірнеше 2-3 утюг қоссаңыз болады, қолдансаңыз болады. Және де бұның табан ауыстырмайсыз, табан алмайсыз. Екіншіден, бұған қалай айтсам болады сізге, суды прямой жалғайсыз. Бұған арнайы су қажеті жоқ. Жай фильтр грубый очистки қоясыз, соны қолданасыз. Және де ол өзінің керек суын алады да, қалғанын сбросник бар, мұнда өзі артығын шығарып отырады, артық бар. 24 сағат жұмыс істей береді. Және де бұл утюг солақай және оңақай адамға ыңғайлы. Ешқандай ауыр емес бұрынғыдай. Бұл деген әр кез келген матаңызды 8 атмосфералық давлениемен қалай айтсам үтіктеп береді. Сол құрметті тұтынушылар, келіп біздің магазинімізді көріп кетсеңіздер болады.